Саламатсыздар жеңгелерім? Кел ерке қызым, кел. Отыра қой. Менің саған әжеңнен қалған сияпатын аманат етуім керек. Ол не жеңеше? Міне, бұл шолпы. Міне, қыздың көркі шаш. Ал шаштың көркі шашбау мен шолпы. Шолпы мен шашбауды таққан кезде қыз бала шашы ұзын, әрі қалың болып өседі. Бойын тік ұстап жүру үшін, әдемі болу үшін шолпы мен шашбауды шашқа тағады. Есіңде сақта, айналайын ерке қызым. Жарайды жеңеше. Айналайын. Қатты жүрме, қатты жүгірме. Егер шашбаудың даусы естілетін болса, ол тәрбиесіздіктің белгісі деп саналады екен. Шашты қос бұрымға қылып өріп, жүрген қыз балаға әдемі жарасады. Шолпы таққан себебім мезгілсіз әрекеттерден, қимылдардан сақ бол дегенім. Шолпының дауысы шаштағы жын шайтандардан сақтайды деген сөз бар екен қазақта. Шолпының салмағының әсерінен ешқандай ауырлық етпейді. Бас ауырмайды, керісінше ем болады дейді екен. Шолпыны да, шашбауды да бұрым тарқалмай әдемі болу үшін сақтайды. Әжеңнің шолпысын көзінің қарашығындай сақта еркетайым. Жарайды жеңеше. Ақау керім боран белін, күнде жиын, күнде той, жүрген жерің ай. Ақау керім боран белін, күнде жиын, күнде той, жүрген жерің ай. Апсын, сонау алыстан біреулері көріне ме? Көрдіңіз бе? Ой, мен ұмыт кетіппін ғой апсын-ау. Бүгін ерке қызымызға жігіттер ұрын жасауға келетін еді ғой. Сен барып жеңгелеріне қызы дайындасын деп жеткізсең жақсы болар еді. Жарайды, апсын. Апсындар, ұрынға жігіттер келе жатыр. Қызды дайындаңыздар. Ұрынға жігіттер келіп қалды ма? Әрине. Ұрын деген не ол жеңеше? Халқы, ұрын келу, ұрын бару, күйеу жігіттің қалыңдығымен танысу үшін қайын жұртына ең алғашқы сапары. Қайын жұрт тарапынан бұны ұрын бару аталса, ал ұйымдастырған той думанды ұрын той деп аталған. Қазақ дәстүрі бойынша ата-аналар балаларын бесікте атастырған, соны жанын ұрын бару деп атаған. Түсіндім жеңеше. Сәлем бердік, ақ жеңеше. Сәлем бердік жеңеше. Қош келдіңіздер жігіттер, жол болсын. Қош көрдік. Айналаны жайнап, жадырап тұрғанға мен күннің нұр екен ғой десем, өзіміздің айдай сұлу ақ жеңгеміз екен ғой. Әрине нұрланамыз. Біздің қызымызға жігіттер келеді дегеннен бастап біз әбден дайындалдық. Енді неге біз нұрланбасқа? Ой, бәрекелді. Ой, құрсын. Не болды жеңеше? Ақтөс, жат. Ақтөс, жат. Ой, жігіттер, не болды сонша үркіп? Не болды сонша шошып? Бұл біздің Ақтөс итіміз ғой. Ит ырылдатар деген ежелден келе жатқан әдет ғұрпымыз бар. Сондықтан да біздің ит ырылдатар кәдесі бар. Иттің ашуына тимейді. Ит ырылдатар кәдесін беріп қойсаңыздар, біздің Ақтөсіміз ашуын басады. Бізді күйеу бала жеңгесінің үйінде қараулап келгенде иттеріміз қорғаушысы. Сондықтан да кәдесін беріп қойыңыздар жігіттер. Ой, жеңешем, түсінікті. Еш уайымдамаңыз. Міне сіздің кәдеңіз, ала қойыңыз. Ой, қандай керемет. Мен бір жібекті орамалды болып қалдым. Рахмет жігіттер. Бұйырсын, бұйырсын. Апсын, Не болды сонша ентігіп апсың-ау? Апсын, мынау күйеу жігіттер келді дегенге ентігімді баса алмай қалдым ғой. Сәлем бердік жеңеше. Сәлем бердік жеңеше. Амансыңдар ма жігіттер? Аманбыз. Ал көрдіңдер ме жігіттер? Менің абысыным
сіздер де келет дегеннен бастап ентігін баса алмай ентігіп тұр. Енді етік басар бермесеңіздер әзірге ентігі басылмайды ау жігіттер. Солай. Ой айналайын, ақ жеңешелерім, еш уайымдамаңыздар. Мен сіздерге етік басу кәделеріңізді де беремін. Сізге Күміс қандай білезік. әдемі. Рахмет. Бүйырсын. Қандай күшті. Мен қызық тұрмын. Бұйырсын. Сізге де бар. Ал енді кіре беріңдер. Қош келдіңіздер. Кәделеріңізді бердіңіздер. Төрге шығыңыздар. Бәрекелді жігіттер. Бұл не болды жеңеше? Жігіттер, дастархан кәдесін бермей қайда бара жатсыздар? Дастархан кәдесін беріңіздер. Ал ендеше жеңеше мен берейін дастархан кәдесін. Бәрекелді. Ой, жарайсыңдар. Рахмет жігіттер. Енді кіріңіздер. Ал енді кәделеріңізді жасадыңыздар. Қазақтың салты бойынша 10 аяқпен төрге шығыңыздар. Ал, бісміллә. Жеңгелері қызды, ерке қызды дайындаңыздар. Тоқтаңыздар, сәлемет сіздермен жезделер. Мен сіздің балдызыңыз боламын. Сәлеметсің бе Балдыжан? Балдыз көрімдік бермей, мен сіздерге әпкемді көрсете алмаймын. Ау, біз бұл жерге қыз көруге келмедік пе? Әрине. Қашан келеді қыздарымыз? Маған балдыз көрімдік қана беріп, әпкемді көруге болады. Жігітті ынтықтырмай, ертерек алып келсеңіздерші. Әрине. Ай жігіттер, ашуланбай балдыз көрімдікті беріп қойыңыздар. Ой Балдыжан, еш қам жеме. Мен саған көрімдікті берейін. Міне алам. Рахмет, Ой, жарайсыңдар жігіттер. Енді мен әпкемді Бәрекелді. көруге сіздерге рұқсат. Ой бәрекелді. Тоты дайын, таралған, сұңқар дайын, сырылған, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, ашыған жұмыртқадай біздің ерке қыз сұлуымыз осы болады күйеу бала. Осындай қызды жар ететін сізде жігітте арман бар ма екен? Ау жігітім, сасып тұрсың ба, әлде қашып тұрсың ба? Жоқ. Мен ешқандай да сасып та тұрғаным жоқ, қашып та тұрғаным жоқ. Керісінше қызға ғашық боп тұрмын. Ой, бәрекелді. Досым, бағың бар екен. Әрине. Қызымыз өте сұлу екен. Әрине. Ал жігітім, қыздың қолын ұстауға рұқсат. Тым асықсыз ғой. Жігітім, біздің қол ұстатар кәдесі бар. Қол ұстатар кәдесін бермесеңіз, қызымыздың қолын бізде бермейміз. Иә. Ой жеңешем, айдай сұлу ақ жеңешем. Еш уайымдамаңыз. Міне сізге әдемі күміс бесік. Ой, жарайсың. Бүйырсын. Құтты болсын ас. Рахмет күйеу бала. Енді міне қалмалсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайсыз деген. Енді қолыңызды берсеңіз болады. Махаббаттарын беріп, жолдарың ашық болсын деген ниетпен түйілген орамалмен мен жалғайын. Аламсыңдар, алатымызды алдық. Әрине. Қалтамызға салдық. Әрине. Енді жастарды Алдыбақан алаңынан әндетіп шығарып салайық. Әрине. Қайтып алды қазағымның көгін ай. Көптен күткен халқымыздың асыл арман еді ай. Берекелі қазақ жері о берекелі, дәстүрлері жоғалтпаған қазағымның Ортаға шығыңыз.